Армысыздар, Айнұр Бектұрғанның оқырмандары, көптен күткен Шымкент қаласындағы ретритімізді бастаймыз. Өзіңізді қысқаша таныстырып кетіңізші, қай қаладан келдіңіз, жасыңыз қаншада, есіміңіз? Менің есімім Меруерт. Астана қаласынан келдім. Жасым 36-да. 18-де деп па негізі. Иә. Астана қаласынан келдік. Шымкентте нұр жауып тұр екен. Ретритке бірінші рет қатысып тұрсыз ба? Бірінші рет емес. Ретритке өзіміздің оқу барысында қатыстық. Бұл біздің екінші ретрит. Менің екінші ретритім. Ретрит керемет өтеді деген үміттемін. Өйткені Айнұр ханымға біз білеміз, әрбір жобасы ерекше болады. Бір ретрит екінші ретритке ұқсамайтынына сенімдімін. Есімім Жадыра, жасым 42-де, Астана қаласынан келдім. Айнұр ханымның шәкірті болам. Бүгін қызмет етуге келдім. Күшті. Осы ретриттен не күтесіз? Бұл ретриттан үлкен біздің шәкірттердің трансформациясын күтем. Ұстазымыздың керемет энергиясын күтем. Ғажайып атмосфераны күтем. Және де хал ілімдерін күтем. Менің есімім Сәндігүл. Мен Атырау қаласынан келдім. Жасым 50-де. Күшті. Осы ретритке бірінші рет қатысып тұрсыз ба? Я ретритке бірінші рет қатысып тұрмын. Енді мақсатым ретриттен кейін жаңа басқа адам болып келем деген ойдамыз. Қуаныштымын қатысқаныма. Саламатсыз ба? Өзіңізді кішігірім таныстырып кетсеңіз, есіміңіз кім, жасыңыз қаншада? Менің есімім Балым Бағланқызы, жасым 27-де, тұрмыстамын. Қай қаладан келдіңіз? Шымкент қаласынанмын. Сағат нешеде келдіңіз? Сағат 7:30-да. Күшті. Негізі біз 7-ге деп айттық. Иә. Айнұр ханымды қашаннан бері қарайсыз? Айнұр ханымды осы 27 жасқа қалай толдым. 4 күн өтті, сол күннен бастап. Осы ноябрьден бастап, 25 ноябрьден бастап. Осы картаның ішінде 5 күн бойы жалпы 5 түрлі квест сияқты ойын болады ғой. Біз 3 күн бойы сабақтан бөлек, тапсырмадан бөлек, бұл просто сіздерге қызық болу үшін, мотивация болу үшін. И осы картаның ішінде каждый сызатын боласыздар. Енді қазір каждыйларыңызға карта таратылады. Соңында командамен бірге құлыпты іздейді. Сөйтті құлыпты кім ашады, алып келеді, сол команда жеңімпаз болады. Оның жолы мына жерде. Одан бөлек арасында сабақтар бәрі кіріп кетеді. Ол қатты мешет етпейді ешкімге. Жақсы? Онда қазір давайте 4 командаға картасын таратайық. Енді қазір барлықтарыңызға жұмыртқа таратылады. Бүгінгі күннің соңында білетін боламыз. Бірге кешкі астың басында. Қазірге просто алып алыңыздар да. Қаласаңыздар білмеймін, бұл піскен піспеген де білмеймін. Может ашып жеңіздер, білмеймін. Бірақ сіздерге. Ал кеттік тарап шығыңыз. Ештеңе айтамаймыз біз деп. Ал қолдарыңызға бір-бірден таратып береміз. Уже басталды. Конвертті ашып, бірінші тапсырманы бастап кете берсек болады. Қалай болып отыр сіздерде? Бізде керемет. Біз конвертті аштық, дайындық басталды. Хорошо. Иә, бірімізден танысып жатырмыз қазір. Так, жұмыртқаны не үшін берген примерно айта аласыз ба? Білмеймін, бір құпия бар бұнда. Керемет құпия. Немесе банан это банан сияқты болуы мүмкін. Немесе бір құпия болуы мүмкін. Тапсырма қиын емес па? Жоқ, тапсырма қиын емес. Бұл біріншісі, бұл жеңіл тапсырма. Әлі алда 3 күн қиын тапсырмалар болады. Нейрондар бүгін қалыптасады десеңіз, 3 күнде бұйырса. Керемет. Тапсырмалар қиын емес па? Жоқ. Жақсы, өте күшті болып жатыр. Тапсырма қиын емес па? Жоқ, оңай. Оңай. Қиындары алда күтіп тұр, дайынсыздар ма? Дайынбыз. Өте қызық болып жатыр, бірінші тапсырманы ашып қарап жатырық. Қиын емес па? Жоқ, қиын емес. Қызық, өте қызық. Жұмыртқаны не үшін берді деп ойлайсыз? Білмеймін оны. Әзірге білмеймін. Ештеңе білмеймін. Бәрі тосын сый болсын деп, пока онда ештеңе не істеп жатқан жоқ. 3 күнге дайынсыз ба? Дайынбыз. Всегда дайынбыз, бұйыртса. Айнұр Бектұрған мен ретрит. Саламатсыздар ма, қайырлы күн ханымдар, Шымкентке қош келіпсіздер. Қазір біздің баратын жағымыз Сайрамдағы сансыз уақытындағы Ибрагим атамен Қарашық Шанаға барамыз. Ол жерлер келесіздер. Ислам тарихындағы белгілі тұлғалардың бірі Ахмет Яссауидің әкесі, анасы. Бүгін сіздермен гид болып жұмыс жасайтын мен, есімім Қанат. Бүгінгі сапарларыңыздан
керемет эмоция алатындығына сенімдімін. Ал біз бисмилля деп жолға шықтық. Ең алғашқы қадамымыз Ибрахим ата, Қарашаш ана және Екітас киелі мекендерін зияраттап, дұға жасап, сапарымызды ниетпен бастағалы жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мен есімім Зарина, осы Айнұр Бектұрғанның проектінде проект менеджер пиар бөлімінде жұмыс жасаймын. Историядан көрген шығарсыздар, көбінесе контент жағында жұмыс жасаймын. Бізден ана жақта Бақбаян ханым, офис менеджер бізде Шымкент қаласында. Қазір Айнұр ханымның командасы толығып жатыр. Жай 30-40 біздің командада Жадыра ханым. Қысқап қойсаңыздар болады. Мира, жаңғыдан бірінші топта. Алла бәрін зейінімізді ашып алған білімдерін жүрегімізге түсіп. сол сәтте отырған осы білімде Біз Ибрахим ата кесенесіне келдік. Менің Қанат мырзаға сұрағым бар. Дәл осы сайрамның сансыз бап атауының тарихын айта кетсеңіз. Жалпы тарихты қозғайтын болсақ, сайрамда сансыз бап деген атау шығады. Бұл атау былай басталады. Біз жалпы қазақ даласына ислам мәдениеті, ислам діні келгеннен кейінгі біз әулие, әмбие, бап, ұлы тұлғаларды дәріптеу басталған болатын. Және де исламның таралу оңтүстік аймақта исламның ошағы болғаны белгілі, және соған негізгі болған себептер осы сайрам өңірі болып табылады. Осы өңірде көптеген ислам дінін Құран ашқан, ғылымды меңгерген ғұламалар, ғалымдар, сопылық дінді таратқан Ибрахим ата Яссауидің өзі осы аймақтан шыққандықтан сайрамда сансыз бап деп аталады. Ибрахим ата кім болды? Сол туралы кішігірім тоқтала кетсек, Ибрахим ата бүкіл түркі әлеміне исламның сопылық бағытын таратқан Қожа Ахмет Яссауидің әкесі болды. Ибрахим ата бұл 11 ғасырдың аяғы, 12 ғасырдың бас кезінде өмір сүрген сайрам өлкесіне танымал Ысқақ баптың ұлы. Сакур дегенді сіздер өттіңіздер, бірақ соның түсіне алмай жатсыздар да. Енді осы жерде полный мынау айтады ғой, тазаратын, босататын уақыт. Барлық реніш, ішкі тәкаппарлық, менмендік, ашу, ызаның бәрі осы 10 күндікте кету керек. Сіздерде жылап, сықтап, іштен босап тастау керек та. Жаңағы Зүлхиржайының бірінші жұмасына кетіп тұрсыздар ғой. Қазір қанша халық мешітте жиналып жатыр осы күні. Өйткені алғашқы жұма ғой бұл. Семинар тоқтатып қойып кет. Қарасаңыздар, бүкіл андай тілек нелерін жаңа айтады ғой, Алла осыны бізге нәсіп еткен шығар. Есептесең болмайды да. Сол үшін логиканы сөндіреміз, ішке түсеміз. И барлық өткен өмірлеріңіздің бәрін босатып жіберетін осы 10 күндік. Салынуына байланысты деректер сол Ибрахим атаның секілді 16-17 ғасырларға тіреледі. Кейбір деректерде 13 ғасырда Әмір Темірдің бұйрығымен салдырған деген ақпараттар да шығады. Біз бүгін Қазығұрт тауының етегіндегі ғайып-ерен 40 шілтен киелі орнының қасындамыз. Бұл киелі орнының атауының шығуы ғайып арабтың жоқ болып, көзден таса болу деген сөзінен ерен ежелгі түркі лексикологиясынан келген жол бастаушы, қорғаушы ер деген мағынаны білдіреді. Біз Айнұр ханымның шәкірттерін топтарға бөліп қойдық. Бізде 3 күн бойы квест сияқты ойындар болады, әртүрлі тапсырмалар болады. Және де ең соңғы күні дәл осы клубты бірінші тапқан команда жеңіске жетеді. Дәл қазір осы клубты мен киіз үйге жасыратын боламын. Олай болса кеттік. Қатты қиын емес, қатты оңай емес. Осы жерге жасырып көрейік. Так. Болды.
біз қолымызды жасырдық, ал командаларға сәттілік. Қайырлы күн, тағы да қош келдіңіздер. Сіздерге бүгінгі біздің ретритіміздің ең алғашқы тапсырмасы және картасы ашып көрсеңіздер болады. Сіздерге арналған карта и Ал көрейік. Ойбай, біз демаламыз деп келсек, бұлар бізге бір демалып ойланасыздар. это была замануха деймін бе? Тапсырма менде екен. Тапсырма менде екен. Сіз білесіз, тапсырманы кімге бересіздер? Я капты держу. Бұл біздің командамызға арналған коттеджіміз, олай болса ішіне бірге рум-тур жасайық. Ал шәкірттерімізді біз арнайы бөлмелеріне орналастырдық. Дәл қазір бізде осындай керемет атмосферада кешкі асқа дайындық болып жатыр. Қараңыздар, сосын бізде ана жерде кешкі асқа шашлик дайындалып жатыр. Ал енді осы коттедждің ішін бірге көрейік. Команда не істеп жатыр екен? Бізде творческий бардак болып жатыр. Команда барлығы қызмет ету үшін дайындалып жатыр. Бізде Дана ханым не істеп жатсыз? Сәлем. Бұл бізде Дана ханым. Квесттің заттарын дайындап жатырмық. Иә, бізде 3 күн бойы квест ойындары болады. Соның заттарын Дана ханым дайындап жатыр. Ал былай қарап жүретін болсақ, бізде осындай керемет шарларды қараңыздар, мынандай суреттерімен бөлмелеріне жабыстырып шығамыз. Бұл бізден кішігірім сыйлық, көңіл күй сыйлаймыз. Ал бізде мына жақта повар тамақ жасап жатыр. Кешкі аспен дайындалып жатырмыз. Ал енді біз команданың жатын бөлмесіне кішігірім обзор жасайық. Екінші этажға көтерілеміз. Бізде дәл қазір 10-нан аса команда жұмыс жасап жатыр. Сонымен қатар 30-дан аса шәкірттеріміз келді қонаққа. Вау, мен мына жаққа бірінші рет шықтым. Қараңыздар. Керемет, осындай кең зал, демалатын орындары бар. Және де бөлмені бірге көрейік. Бұл жерде бізде видеографтардың бөлмесі өзінің заттарын дайындап қойыпты. Бұл кісінің руы үшінші. Дұрыс па? Мына жақтың сүйікті тағамы? Бәрі 5 шықсы келеді ма? Бұл жақтың елі, қай елге шықсы келеді? Шетелі. Италия. Дұрыс па? Бір ошибка. Ну, нормально. Кеттік келесі. Давайте. Так. Бұл кісінің шетелі. Бұл кісінікі Айтып қойып жатыр. Бұл кісінің шетелі. Бұл кісінің мамандығын айтып. тарихшы. Мамандығы емес. Руы. Бұл кісінің руы Келесі. Сүйікті тағамы? манты. Дұрыс па? Бұл кісінің давайте шетелі. Исландия, да. Жақсы. Жалпы бірінші тур бойынша барлығында дұрыс, тек бір ғана қателесті, иә? Қателесті. Қалған бәрі күшті. Тобының аты қандай? Қарал. Супер. Шапалақ қойыңыз.
қоржындарында бір кілт бар. Яғни 3-ші күнге дейін квестті құлыпты ашуға бір шанс бар деген мүмкіндік бар. Алдағы рахмет. Қайырлы кеш, ханымдар. Біздің тобымыз қыран, ұранымыз рухымыз биік, ойынды ойлайық. Мен сұрақ қоямын, сіздер жауап беріңіз. Давай сізден бастайық. Мына кісінің руы қожа. Дұрыс па? Айтпаңыз, айтпаңыздар. Келесі. Сүйікті тамағы. Қодақ. Оқыған мамандығы. Химик. Химик. Қысы келетін ел. Швейцария. Дұрыс па? Өтірік. Жоқ, дұрыс. Таксының руы. Найман. Дұрыс па? О, молодец. Келесі. Алдамайды, ар ілімін өткен ғой. Я. Ал келді. Наксының руы. Найман. Наксының сүйікті тамағы. Қорғақ. Сүйікті елі шыққысы келетін. Италия. Дұрыс. Мамандығы. Тәбеш. Ұнататын тамағы. Манты. Сіздің нақсын мамандығы оқыған. Нақсының руы. Найман. Что мына кісінің сізден аты жөн. Сүйікті тамағы. Теңіз өнімдері. Нақсын оқыған мамандығы. Медик. Дәрігер. Шыққысы келетін елі. Швейцария. Үш адамнан барлығыңыз таптыңыздар. Сіздерге де қожаларыңызға да келеді. Бұл тоже сіздерге. Сен аша келесің. Бұл да сіздерге. Прям крепко, опять сальтик. Енді полный трек керек, только минусты қайтеміз. Давай бүйтеміз. Маме взять не нужен. Ну что ты мне хоть прямо будет. Это метод простой, метод конкретно тебе хотел хотел спросить. Алдарыңызға келіп тұрмыз, сәлемімізді бердік. Командамыздың аты Асылдар. Біздің ұранымыз 1, 2, 3. Асылдар бірлікпен биікке. Сізден бастаймыз ба? Сізден Давайте. Наксың руы. Оқыған мамандығы. Биология. Сүйікті елі. Күшті сүйікті тамағы. Күшірады. Давайте. Келіңіз. Ат жөндерінде сұраңыз. Олар қояды жөндерінде. Қарагөз. Аты жөні. Юрист. Сүйікті елі. Руы Али. Наксың фамилиясы. Оқыған мамандығы. Юрист. Наксының сүйікті тамағы. Балық өнімі. Балық өнімі. Наксының
Сүйікті елі шығатын. 2. Мына кісінің руы. Қожа. Бұл кісілердің қолында тоже бір құттықтап қойыңыздар. Біз 4-ші топпыз. Атауы сана кілті. Ұранымыз ішкі әлемді ашатын кілт. Квестте кілт іздеп жүр қой, сол сананың кілтінде өзіміз іздеп келді ғой, осы жерде қанды. Сізден бастағым келіп тұр. Мына кісінің шыққысы келетін елі. Нью-Йорк. Сүйікті тамағы. Роллы. Руы. Дұрыс па? Дұрыс. Так, мына кісінің сүйікті тамағы. Шпарма. Жазып қойған шығасыз ба? Мына кісінің сүйікті тамағы. Шыққысы келетін елі. Руы. Мына кісінің қандай сұрақтар еді? Мамандығы. Мұғалім. Дұрыс. Мына кісінің оқыған мамандығы. Педагог. Мұғалім. Шыққысы келетін елі. Не ғой? Япония. Руы. Дұрыс па? Мына кісінің мамандығы. Мамандығы не? Эколог. Сіздерге де қорындарыңызға жақсы дайындалғансыздар, бір кілтті бердік, яғни сіздерде енді бір мүмкіндік бар. Әлі бізде 4 сайыс бар, әрқайсысынан кілт алу керек. Ол 3 күн бойы жалғасады. Сосын тапсырма берілген кезде біз оны кез келген уақытта сұрауымыз мүмкін. Мысалы, түсте, кешке, осындай уақыттарда тамақ ішіп отырып сұрауымыз мүмкін да. Постоянно бізге дайын болып жүру керек қой командамен. Енді таңертең таратқан жұмыртқалар қайда? Давайте жұмыртқаларымызды алып шығайық. Жақсы. Опа! Давай, былай бөлінейік. Осы жерде кімде жұмыртқа бар, бірақ сынбаған? Мына жаққа. Сынбағандар мына жаққа. Иә, сынғандар мына жаққа. Қалып кетті ғой? Отыра беремін. Сынған секілді қалған. Иә. Бұның қолында дәл осындай жұмыртқа бар. Иә, екеу. Бесеу. Иә, екеу. Түсіндім. Түсіндім. Бізде сынбаған үшеу бар еді. Қалдырып кеткенді көтерекші, қалдырып кеткенді. Бүтін бір қалдырған. Окей. Енді біз бұнымен не айтқымыз келді? Анықтағым, әр адамның өміріне неше түрлі адамдар жібереді. Біз қазір дәл осы жерде 40-50 адам бірге Аллахтың жіберген адамдарымызда, біз бостан-босқа бұл жерде жүрген жоқпыз да. Ал адамның көңілі ол жұмыртқадан нәзік та, одан қатты нәзік. Енді бұл жерде қазандай бір выгорать етіп, мен ондай емеспін деп қойыңыздар. Просто адам,
егер жұмыртқаны полноценно сақтаған, қасында прям күнде алып, жүрген жерінде сұрап қалады ау деп важность беріп жүрген адамның көңіліне солай қарайды да. Ол солай сөйлейді, ол солай ренжіп қалмаса екен, неге уайымдап жүреді ғой адамдарға ше. Ал қасында жүр, бірақ сындырып алған адам кейде тілімен, ісімен ренжітіп алады адамдар ше. Неге себебі бұл просто бір ойын секілді болғанмен, бірақ біз өмірдегідей рөлді ойнаймыз да бұл жерде. Ал ұмытып кеткен адамдар, сіздер адамдардың көңілін ұмытып кете бересіздер. Сіздер қуанып не деп айтсам екен деп. Сіз қайтып кеттіңіз ойлап айтамын. Яғни біз бұл арқылы не жеткізгіміз келді? Біз енді 3 күн осындамыз ғой бірге. Адамның қазір неше түрлі момент болып отыр ғой бүгін кешке дейін. Жаңбырда құйып кетті, отырған жерімізден бірдеңе шығып кетті. Біреуіңіз қап кеттіңіздер, білмеймін, біреуіңіз кешігіп 2 сағат күттік қой таңнан. Неше түрлі ситуация болып жатыр. Бірақ максимально бір-біріңіздің көңіліңізге қарауға тырысып жүрсіздер ғой негізі. Әрқайсыңыз әр үйден әртүрлі мінезбен, әртүрлі еркелікпен келгенсіздер ғой. Бірақ мен бұл жерде көргенім, шынымен де Айнұр ханымнан алған білімдерді сіздер амал етуге тырысатындарыңызды түсіндім ғой мен, шынымен де. Потому что каждый раз жаңа тамақтың үстінде отырады да, жаңбыр құйып кетеді, біреу жарып отырады. Ай, біздің білімдерімізді сынап жатыр деп әңгіме айтып отырады да. Уже ол кісілер, бұл кісілерде алған білім, демек ол ұмытылып кеткен жоқ та, постоянно өмірде қолданысқа енгізіп жатыр. Сол арқылы біз қоғамды өзгертуге тырысып жатырмыз деген сөз. Ал жұмыртқаны завтраққа құрып жейміз еді. Ешкім сақтап бар. Енді отырыңыздар, өте бір маңызды бір ойын бар. Қазір Зарина ханым сіздерге карточканы алдарыңызға алып шығады. Екі таңдаймыз. Сосын каждыйымыз сол сұрақтарға жауап береміз. Кімнің состояниесі қандай, сондай сұрақ шығады. Өзіне қандай кеңес берер едің? Мен 10 жыл бұрын 17 жаста болдым. Өзіне сол кезде айтар кеңесім, сенің алдыңда үлкен норма тұр, сен құлайсың, шалынасың, жылайсың, бірақ жақындап шығасың. Сен кімді жақсы көресің, және ол адам үшін не істейсің? Өзімді жақсы көремін. Қолынан келген бәрін істеймін. Алымға олмен. Енесің асылы. Менің келген сұрақ, сен не үшін өмір сүресің? Сен не үшін өмір сүресің? Не үшін өмір сүресің? Өзіңнің бақытты болуың үшін, және жан жағыңды бақытты болу үшін. Өзің отбасыңды, жан жағыңды. Сен өмірде нені жасап үлгергің келеді? Бұл сұраққа жауапты әлі өзім таба алмадым шынымен. Енді сұрақ қойылды, мен бұл сұраққа дейін әлі бұл уақытта кейін бұл сұраққа өзім сұрақ қоймаған екен өз-өзіме. Сондықтан да әлі жауабын өзім ойланып отырмын. Бір оқи жүріңізші. Тегін және оңай қолжетімді нәрсесіне еш әрқашан жақсы көңіл күй сыйлайды. Мен үшін табиғаты таулы жерде серуендеп жүрген көңіл күйді көтереді. Үлгергім келеді дейді. Жылдың соңына дейін көлікті қорықпастан еркін жүргізіп үйренгім келеді. Иә. Болды. Бірінші машина алып тұра тұрыңыз. Иә. Өміріңді жақсарту үшін қандай нәрседен немесе әдеттен бас тартқың келеді дейді. Жаңа шынымды айтайын, екі тастың ортасында отқанда қорқыныш пайда болды да, айттым мен саған арықтау керек еді деп ше. Алттан кейін тамақ ішпейсің енді деген қорқыныш келді миыма. Сол әзіл шын аралас солай болсын. Сол алттан кейін тамақ ішпеймін. Бұдан да үлкен жаңа теңіздің жағасындағы патшалардың ескі сарайын жұмыстан көрі соған қарай кетіп қалдым да, енді осы уақыттан біздің негізгі ойымызда, мақсатымызда сол ғой. Бірақ ең жетіскен
осы аптадағы табысым бүгінгі күн болды. Ол жерде бұдан да мықты табиғаттарды көрсем де, мынандай нұрланған жандардың арасындағы сезім мен үшін енді бір өте көңіл толқынысы болды. Осындай нұрланған жандардың арасында тамақтану, бірге дастархандас болу мен үшін енді осы аптаның ең үлкен жетістігі ғой, бәріңіз үшін де солай. Енді осы жылда алған ең басты сабақ дейді. Мен көп сөйлемей қояйын. Осыдан 1 жыл бұрын елдің бәрі жаман, мен ғана жақсы болатынмын. Енді керісінше өзім жаман болып тұрмын. Елдің бәрі жақсы болып жатыр. Сол. Маған сұрақ жетістікке кепілдігі бар компания құра алсаң, ол немен айналысар еді дейді. Мен негізгі ондай ойым жоқ екен. Қазір ойланғам, домбырамен қобыз жасайтын. Егер ол жетістікке жете алса деп тұрмын, кепілдік бар деп. Сондай не ашар едім. Егер сен өлместікке ие болсаң, өміріңде нені басқаша істер едің? Өлместікке ие болсаң дегенде. Білмеймін, мен өмірім шүкір. Қазір осы барыма шүкір етем. Осы өмірім осылай бола берсін, бірақ мен ойыммен көзқарасымды өзгертер едім. Енді бұл қарым-қатынас дегенді өзімнен бастайды екен, негізі соны түсіндім. Тек қана өзімнен бастайды екен. Дәл қазір өміріңде сен нені бақытты, сені не бақытты етеді дейді. Осы білім ғана мен бақыт ететін секілді. Сол, рахмет. Бірінші сұрағым, есімім Алма. Айналысып жүрген ісіңде неден көп шабыт аласың дейді. Жалпы мен қолөнер жақсы көремін. Адамдарды қуантқан жақсы көремін. Адамдар қуанған сайын, соны кисе де, қойса да, соны пайдаланса, маған сол шабыт әкеледі. Және де мына ұстазымыздың жолын таңдадық қой енді. Әйелдердің, адамдардың халін көтеріп түсінікке әкелу деген секілді алдымыздан кездесіп жатады ондайлар. Сол кезде де шабыт алады екенсіз. Адамдар түсінік, әйел адамдар түсінік әкеліп, отбасын сақтап, отбасына деген жолдасымен, балдарымен сондай бір ауызбіршілікке әкелген кезде, соны айтып келгенде, рахметін айтқан кезде, ол признание емес, ол кәдімгідей шабыттанады екенсіз. Екінші сұрақтан Айнұр ханым маған айтқан, мен оған өзіме жауап бермей жүргенмін негізі. Сөйтсе бұл карталар негізі просто келмейді өзіне әрқайсысы. Любой адамға бұл карта менде бар соған. Сенің өмірлік серігіңде қандай қасиеттер болу керек дейді. Жалпы Айнұр ханым айтатын маған, жалғыздық тек бір Құдайға ғана жарасқан деп. Жолдасым қайтыс болған. Мен жоқ деп айтатын, жоқ, мен үшін емес ол деп, мен жазым біразға келді ғой деп. Бұл сұраққа жауап бермейтін, енді нағарасақшы, көпшіліктің алдында осы сұрақты өзім жауап беру үшін карта келіп тұр. Ұстазымның алдында ше. Енді жаңа ойланып отырмын, мен ішім алай дүлей болып кетті, сөйтсем ол негізі болып тұр ғой енді түбінде, бірақ өзіме или қорқама, білмеймін енді ол сана бізбен не істейді ғой. Жалпы ер азамат енді осы білімді алып жүргеннен кейін нағыз қазақтың ер деген атына сай болған деп ойлаймын. Әрбір әйел азаматтың несі батыл, қажырлы, қайратты, айтқанынан қайтпайтын, рухы биік, жоғары, тірегі бар ішінде, өзінің сөзінде тұратын, мысты, енді барлық қасиеттер қандай бар, сондай болған қалаймын деп ойлаймын енді. Әйел адам өзін ер азаматтың алдында нәзік, әлсіз сезінетіндей сондай болған деп ойлаймын. Рахмет. Твой дом загорелся, какую бы одну вещь ты спасла? Как есть? Ничего глубокого я не вижу в этом вопросе. Думаю, что это телефон. Второй вопрос. Какие личные качества ты стараешься скрывать от окружающих? Я думаю, это прямолинейность и искренность. Потому что некоторым людям иногда полезно, чтобы они знали, о чем думает о них другой человек. Сұрақ екен. Сен қатты шаршағанда дейді, қалпыңа келу үшін не істейсің дейді.
мен балалармен ойнаймын, честно. Бір апта или бала таппасам детский площадкада отырып, просто балаларға қарап. Или ондай вариант болмаса, адреналин алып, велик айдаймын, самокат айдаймын, машина айдаймын иногда. Вот солай кете аламын. Бірақ мына екінші сұраққа жауап бере алмайды екенмін. Егер саған бүкіл әлемнің көретұғын билбордын берсе дейді, не жазар едің дейді. Әлем көретін реклама. Иә, оны түсіндім ғой. Бірақ не жазарын білмеймін. Оған жазатын нәрсе болса көп қой. Любойын айтайын. Ну, любойын білмеймін мен де. Ойынға қазір пока что кемет бағаны бір қарап отырмын. Браво. Қазіргі таңда саған не ләззат береді дейді маған. Қазіргі таңда мен қаншама жандары нұрланып, сондай бір мен Айнұр ұстазға алғысымды білдіремін. Осы хал ілімді Алла маған нәсіп еткеніне Аллаға, сосын Айнұр ханымға мың алғысымды білдіремін. Соңғы кездері 2 айдан бері тек қана қолым босаса Айнұр ханымның сабағын тыңдап, жаным рахаттанады. Жан тәніңе тамақ бересің, жаның тамақ берші деген қатты мен мына жерінде қалып қойған. Мына қаншама жандардың дәл қазіргі таңда жандары нұрланып, тамақтарын алып жатқанына көзім жетіп, өте әрбіріңіз үшін шын жүректен қуаныштымын. Қазіргі таңда маған сол бір керемет нәрсе беріп тұр. Сосын сенің өміріңде қандай бетбұрыс шешімдер болды деп тұр. Осы хал ілімдерді тыңдаған сайын мен қаншама білімдерді алып жүргенімді, дәл осы білімге келгеніме мен Аллаға мыңда бір шүкіршілік айтамын. Мен осы білімді Алла менің санама сіңірсеген деп барша қолынан келгенше өзім алып жатырмын. Жолдасым да менімен отырып тыңдатамын. Ол да өте жақсы, маған ұнап жатыр. Мен де өзгеріп жатырмын, бара бер дегендей да. Осында әрбір жандардың сондай бір бақытқа бөленіп жатқандарын сезіп отырмын да. Сіздер үшін мың алғыс. Аллаға мың алғыс, Айнұр ханымға мың алғыс. Бірінші сұрақ, егер сенде тәулікте тағы бір сағат болса, неге жұмсар едің? Мен үшін қиын сұрақ, шыны керек. Өйткені біз 24 сағаттың өзін дұрыс пайдалана алмай жүрміз, шыны керек. Енді өзімді айтып отырмын. Аллаға шүкір, өзіммен күресудемін. Бірақ мен 24 сағатты өзіме пайдалы етіп қолдана алмаған соң, мен тағы бір сағатты берсе, мен білмеймін не істеу керек екенін. Өйткені мен барынша тек ерік жігерім жеткенше ғана өзіммен күресіп жатырмын, жұмыс істеп жатырмын. Тек қазіргі жансаяны бұрынғы жансаямен ғана салыстыра аламын. Аллаға шүкір. Әуелі Алла. Бұл сұрақ маған өте қиын. Өйткені мен өзімнің Құдайдың берген 24 сағатын шыны керек жақсы пайдалана алып жатырмын деп айта алмаймын. Екінші сұрақ менде, саған идеялар қалай келеді? Рахмет. Идея қазір Аллаға шүкір таңда жүрген кезде келеді. Соны орындауға тырысам, егер 5 минут ішінде орындасам, тағы да идея келеді. Егер оны орындамай жүре берсем, ол мұнда тұра береді. Соны орындаған кезде ғана келесілер келе береді. Менде лично сондай. Көп нәрсе айтқым келіп тұр. Рахмет. Аллаға сансыз шүкір. Осы білімге әуелі Алла, білімнің иесіне, ұстазымызға, қал достарымыздың барына рахмет сіздерге. Бала кезіңнен қалған жарқын естелік туралы айт дейді. Менің бала кезімнен қалған жарқын естелік менің әжем болды. Біздер ауылда тұрдық 9 сыныпқа шейін. Жазда күн ыссы болады ғой, есік алдына шай дайындап ішеміз. Бір күні шыбын болады ғой ауылда. Әжем айтады, мамам айтады, Мария, ана ағаштың қасында отырайықшы, сол жерде шыбын жоқ дейді. Соны түсіндіріп жатырмын да, әже, мына жердегі шыбын ана жерге бармай ма не деп, күлсең үлкенге күлмейді. Сол есейген сайын балалық шақтан не істегенде, әжем есімде сондай бейнеде қалды. Білмеймін екен, қазір сол естелік түсіп тұр. Демалыстың қай түрі сен үшін ең тиімді дейді.
Осы білімге келгенше мен үшін демалыс үй жинау болатын. Бәрі үйден шығарып, үй жинау. Бәрі орында тұрса. Қазір мен декретте отырмын. Барлығы үйден кетеді ғой таңертең. Мен 5 бала шағам бар, ата енем бар. Бәрі таңертең үйден шығып кетсе, сосын мен сабақ оқысам. Оқып лекцияларды, жаңа қадам, коучинг, не бар, соны құлағыма тыңдап жазып отырсам, маған сол, мен үшін сол демалыс. Таң қалдырады. Сондай батыр қыздар болса деймін арамызда. Осындай білім арқылы біз қазір батыр болып жатырық. Осы білімге әкелген Аллаға мыңдай шүкір деймін. Сен дәл қазір өміріңде немен мақтанасың дейді. Осындай рухани ортада, осындай құнды ортада жүргеніме шынымен мақтануға тұрарлық деп ойлаймын. Барлықтарыңызға берекелі білім болсын, болашағымыз жарқын болсын, ұрпағымыз тек биіктен көріне берсін, қазағымыз тек алға шыға берсін, Қазақстанымыз биікке, туымыз биіктен желбіресін. Барлығымыз осы бала деп, Қазақстаным деп шырылдап жүрген бәрі бір ана. Өте қуаныштымын. Біліміміз бойымызға сіңіп отырғанына. Әр күніме шүкір деймін. Осы ортаға мен де ойда жоқта келіп қалдым. Ол да бір Алланың өзінің маған берген сыйы деп білемін. Танысқаныма бәріңізмен қуаныштымын. Барлықтарыңыздың жүректеріңізде отырған әрбір армандарым орындалсын деймін. Ona кім әсер етті, қалайша? Енді бірінші әкем деп ойлаймын. Әкем менің әскери Ярославское военно-политическое училище жалғыз қазақ болып оқып, жалғыз қазақ болып бітірген. Сол кісі енді шынында да біз военный воспитание алдық. Күндес әкеміздің товарищ капитан разрешите доложить деп тұратымыз. Сколько километров пробежали, сколько страниц книг прочитали, сондай тәрбие алдым. Шынында да ол шындыққа, тәртіпке бәріне көп маған әсер берді. Екінші енді өзім мұғалім болғанымда сол әкем, содан кейін мұғалім болды. Ұстаз болып 25 жыл жұмыс жасадым. Соның жанымда ұстаздар болған, маған көп әсер берді. Қандай мұғалім болу керек, сол бәріне ризамын. Мұғалімдер болса да, директор болса да бәріне ризамын. Енді қазірде өмірімде көп ұстаздар кездесіп жатыр. Сол ұстаздардың бәріне ризамын. Кітап көп оқыдым. Енді рухани менің ұстазым Абай деп санаймын мен өзімді. Көп маған көзқарасымды өзгерткен сол Абай, соның кітаптары. Екінші сұрақ, сұрақтың екеуі бір байланысы болады екен. Жаңа сол түсініп жатырмын. Өзіне қандай тұлғалық қасиеттер қосар едім деп. Жаңа айттым, әкем туралы, енді әкеміз өте қатты сондай адам болды. Никогда никому ничего не прощай деп айтқан маған. Сол ойымда қалды. Енді шешеміз, мен 4 жаста болғанда шешеміз бізді тастап кеткен. Сол шешемді көпке шейін кешіре алмай жүрдім. Сол анамды кешіруге үйрендім. Өте қиын екен. Сондықтан немнен жетпейді дегенде сол кешірімді болу. Сіздерге бәріне айтқым келіп тұр, кешірімді болыңдар. Қашан қандай жағдай болса да өмірде кешірімді болыңдар. Бақыты жеткен қандай нәрсені мықтап ұстап тұрсың? Сен қолдан жіберуге уақыты келген қандай нәрсені мықтап ұстап тұрсың? Мен ойлаймын, мүмкін бұл мемлекетке қызмет шығар. Мүмкін мен ойлаймын, білмеймін, сол менде сұрақ туады. Мемлекетте үлкен система, ол системаны жалғыз адам түзете алмайды. Мен сөйтіп жүріп өзім жанып кететін сияқтымын. Мүмкін шынымен ақ частный практикаға кету керетін уақыт келген шығар. Әлемді мен бір күнде өзгерте алмаймын. Мен жалғыз жетпеймін, сондықтан мен балаларым бар. Кейде сол шешім шығар деп ойлаймын. Екінші сұрақ маған келген екен. Кімнің өмірімен бір күн өмір сүріп көргім келеді деп. Осы сұрақты ойлап отырдым, мен кімнің өмірін сүргім келеді деп. Сонда маған іштей жауап келді. Мен өз өміріме ризамын. Мен бұл өмірімді ешкімнің өміріне ауыстырмас едім. Менің ата-анам бар, сондай мейірім махаббатпен өсірген.
Аллаға шүкір 4 балам бар, жұбайым бар, ұстазым бар, достарым бар. Осы өмірге ризамын. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет. Шарап бақыттарыңызға жайлы өмір сүру үшін айына қанша ақша қажет маған? Прям жерге қоқыттым. Күшті отыр еді. Күшті отыр еді. Күніне ма, айына ма? Сағатына ма? 100 мыңмен де өмір сүруге болады қанағат қылып. Егер сен өзің бойыңнан бір зат өзгерте алсаң, ол не болар еді? Бойыңда өзгертетін нәрсе көп шығар. Ең бірі рухани азықты өзгерту керек деп ойлап қалдым. Осы Айнұр Бектұрының ханынан кейін. Балам жоқ деймін да. Иә. Сенің мінсіз тамаша күнің қандай? Бүгін? Бүгін, иә. Әр кезде халыққа қызмет еткен кезде, олардың күлгенін, қуанғанын, өздігінше бір бақыт болған көрген кезде, мен үшін сол күн мінсіз күн. Бұл шынымен де. Соны айта алар едім. Сенің балаларыңның бойынан өзіңмен қандай ұқсастықты көргің келеді? Мен мейірім күлкіні көргім келеді. Потому что мен өзімді күшті бағалы қойын, бірақ солай көрем. Қатты мейірімді болған қалайым балалардың, және әрқашан позитивте күлкі, жүздерінде күлкі болған қалайым. Басқа ешкімде қалып кетпеді ме? Жаралып сұлу тәніміз, беріліп оған жанымыз, өмірге келдік бәріміз, анамыздың құрсағынан. Тәніңде жүрме жан мәңгі, адамның жолы бағдарлы, келмеске кеткен жандарды жаным жылап шын сағынам. Өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар белес, өмір деген өтпелі, адамда мәңгі емес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай, қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйін, иманның алдын тәжін киіп, бір-бірімізді қадірлейік, тау бесіктен жер бесікке дейін. Біз Айнұр ханым осындай сыймен үшіге келіп тұрмыз. Өзім емес, менің 5 малман Нұралызым олар. Бірге осы командада жұмыс істеп жатырмыз. Қазір осы білімді елге жеткіземіз ба деп, қанша сіздерде әйелдермен бөлісіп, қанша біздің осы деңгейімізді көтеріп, рухымызды көтеріп дегенде, өздеріміздің балдарға тіреу болып, ер адам қанатын жайып энергия беріп, бәрі өзіміздің қолымызда. Қазір 20 жыл әйелдерге күш қуат беріп, соны көтеру үшін, ер адам деңгейін көтеру үшін берілген бізге. Менің өзім өмірімде тағы да сіздерге таныстырып кетейін деп едім. Маған да сонымен мен бөлісіп, Айнұр ханым 12 жыл бұрын осы Ләззат ханымның алдында мен келгенмін. Ешкім мемлекет көмек беретін білмеймін, ешкімге мемлекетте жұмыс істеп жатқан адам ешбіреуіне сенбеймін деп. Бірақ сол кезінен бір танысқаннан қанша елдерді көрдім, осы жай келіп, ортаға келіп, қазір қандай деңгейде мені бүкіл өздерін регион жұмыстарын, іскер елдердің жұмыстарын көтеріп жатыр. Ләззат ханымның арқасында біз бірге бірігіп, іскер әйелдер деген заңға кірген сондай атағы бар. Шынымен де қанша жұмыс істелініп жатыр, бірақ соның өзінде ортада осы отырып, көмек қол ұшын бәрімізге беріп, сөйтіп артымыздан үлкен деңгейге алып келе жатыр бәрімізді.
оны айта берсем жетістігі өте көп. Осының алдындағы мәжілістің депутаты Ләззат ханым да бүгін экожер деген экология сұрақтарын мемлекеттің деңгейіне шығарған, соны басқарып бүгін қанша предприятиямен жұмыс істеп жатқан Ләззат Керімқұловна ортада. Біз көп нәрсені істегенде біз сол не үшін істегенін білмейтін едік. Ол тек қана 1% істеген осы кісінің істеген мемлекетке іс әрекеті. Сонымен осындай деңгейде жаңа біз ортамызда осындай жолды өткен. Біз де бәріміз армандаймыз, өзіміз болмаса қыздарымыз соны өтсе екен деп. Мемлекетіміз жарты осы болып жатқан нәрсе біздің қолымызда. Әйелдер тәрбиелемесе бүгін сондай көзбасшы лидерлер, ер адамдар шықпайды. Бәрі туған әйел. Сонымен сондай белсенді әйелдердің ортамызда отырған біреу Ләззат Керімқұловна. Сіздермен осы жерге ортаға келгенімізге мен өте қуаныштымын. Сол сөзді бір-екі ауыз сөз Ләззат Керімқұловна сізге вице-министр оның алдында мен тегізі одан шамалы енді ортаға келгеннен кейін біз енді бір ниетпен келеміз ғой. Бұл жерге мен жасырмайын, менің жалғыз ниетім болды. Осыдан жарты жыл бұрында Алманұралына бір керемет қыз бар, Ләззат Керімқұловна, бірақ оны бір қоғамдық жағынан бір орталық деңгейде біраз кісілер білсе екен, көрсе екен. Енді алдыңғы көп кісі келеді ғой. Бірақ Алманұралын айтпақшы, менде өзі әр өңірде бір өңірдің іскер әйелдерін басқарып отқан бір 20 келіншек бар. Озары бар, бастары бар, бастап келе жатқандар бар, әртүрлі деңгейде олар. Мен оларды өзім таңдаған жоқпын. Менің ең бірінші шартым болды. Өңірде кәсіпкерлер болып жиналдыңыздар ма? Ең бірінші шарт, мен сендерге анау сендерді басқарады, мынау сендерге басшы болады деп айта алмаймын. Менің әмірім жүрмейді. Себебі тірлік жүрсін десеңдер, мына өздеріңіз қазір командаларыңызда бір лидер таңдадыңыздар ғой. Сендерді жиналып, өздерің лидер таңдаңдар. Жарықтығы осындай матамықтың, жұлдыз болып ағып түскен аспаннан, сенің ғана көз жасыңа қанықпын. Жұлдыз болып ағып түскен аспаннан, сенің ғана көз жасыңа қанықпын. Екеуміз, неге сонша махаббатқа бөтенбіз? Жүрегінің тыңдамайтын ақылын, жер бетінің ақымағы екенбіз. Махаббатты кінәлаймыз жекенбіз. Жүрегінің тыңдамайтын ақылын, жер бетінің ақымағы екенбіз. Махаббатты кінәлаймыз көк аспан, басыма бақа солата басқан, сарайдың сәулесіндей үмітпен, ақтырымды іздеп жанына басқан, сарайдың сәулесіндей үмітпен, ақтырымды іздеп жанына басқан. Екеуміз, неге сонша махаббатқа бөтенбіз? Жүрегінің тыңдамайтын ақылы, жер бетінің ақымағы екенбіз. Махаббат соңғы сабаққа қалдыңдар сарын, аманында маған мүлде қысқадың. Көзікпен емессіз, жүректерімізден бірге күшсадың. Ханшайымым-ау, жүрегімден қоштағымның иесі, Адырағымның шаттығымның иесі, ыстық сезіммен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайымым-ау, бағымды менің жалғыз өзің еселе, бағымның гүлі болып ағып кешеле, бағана жетпей жатсам керек кезде, сен кешігір. Басымды да өзім көрге сүймеген, ешбір адам мені іздей сүймеген, берегім сол
bana ömürler gözlerine ölmesin diye. Қаншайым ау жүрегім мені дошағымның иесі, шаңырағымның шаттығымның иесі, ыстық сезіммен үнсіз ғана сенсің. қаншайым ау бағымды менің жалғыз өзім еселеп, бағымның гүлі болып ақ кешелер. бағым өшіп жатса керегі кезде сен кешірім Balkıya